2024 жылы жиі қойылған есімдердің бірі Алихан. Алихан есімі араб тілінен енген. Ғали мен хан сөздерінің қосындысынан туған. Ғали Әлидің синонимі, яғни биік, аса зор, заңғар деген мағына береді. Алихан сүйкімді, әдепті, қылықтары жарасымды, сөйлеу мәнері өзгеше, достарына адал, мақсатына жете білетін жігіттердің бірі. 2024 жылы жиі қойылған есімдердің тағы біреуі ол Әмір есімі. Әмір есімі араб тілінен аударғанда билеуші, әкім деген мағына береді. Бұл ат көбінесе әйгілі билеуші Әмір Темірдің құрметіне қойылған. 2024 жылы жиі қойылған есімдердің біреуі Алан. Алан есімінің шығу тегінің бірнеше нұсқасы бар. Олардың біріне сәйкес бұл атау батыс Европада пайда болды. Кельттердің Ален атауынан пайда болды. Ол рок деп аударылады. Кейде оның аудармасы әдемі деп те айтылады. Алан есімі алғаш рет Францияда пайда болды деп есептеледі. Сондықтан қазіргі уақытта ол жерде жиі кездеседі. Бұл есім. Француздар оны келісім деп аударады. Кейбір тарихшылар бұл атау нормандардың Ирландия мен Англияны жаулап алу кезінде пайда болған деп есептейді. Екінші ресми нұсқа бойынша Алан атауы Кавказ бен Испанияны кезген ежелгі халықтың Алан тайпасының атынан шыққан. Ресейде осы күнге дейін Солтүстік Осетия Республикасы бар. Оның екінші аты ретінде Алания атауы да бар. Үшінші нұсқаға сәйкес бұл атау ирандық тамырларға ие. Асыл құдай сияқты естіледі. Қазақша кеңістік дегенді білдіреді. Төртінші нұсқаға сәйкес Алан есімі Інжіл аңызына жататынын анықтайды. Еврей тамыры бар және еврей тілінде Емен сияқты естіледі. Алан туғаннан оптимист, жомарт, көңілді және әзілқой. Қиын жағдайларда оған тапқырлық, тез және дұрыс шешім қабылдау қабілеті көмектеседі. Ол өте дарынды, көпшіл, мейірімді адам. Оның көптеген достары мен таныстары бар. Солардың арқасында ол өзінің басылмайтын энергиясына жолды әрқашан табады. Аланның жағымсыз қасиеттеріне осалдық, әсерленгіштік, импульсивтілік, бос әурешілік, шамадан тыс эмоционалдылық және ашуланшылдық жатады. Бала кезінде Алан материалды тез меңгереді, бірақ орташа оқушы, ерте жаста эмоционалдық пен мазасыздық, осы қасиеттер оның дұрыс өмір сүруіне кедергі жасай бастайды. Ол көп уақытын хоббиіне, спортқа немесе шығармашылыққа арнайды. Осыдан алынған дағдылар мен білімдер ересек өмірде оған мансап құруда немесе мамандық таңдауда көп үлесін тигізеді. Ересек болған Алан айналасында болып жатқан бәріне байыппен қабылдамайды. Сондықтан да ол бір күнде өмір сүреді. Өз рахаты үшін жаңа таныстар тауып, ойын-сауыққа ақша жұмсайды. Сіз оны немқұрайды деп те айта алмайсыз. Ол идеалист. Аяғынан нық тұрып, өзінің күшті жақтарын байсалды түрде бағалайды. Алан дауласуды ұнатпайды. Қайнап жатқан жанжалдан аулақ болуға тырысады. Ол әрқашан сенімсіз болып қалады, және оны ештеңеге сендіру мүмкін емес. Ол әрбір қадамның салдарын мұқият ескере отырып, барлық шешімдерді өз бетінше қабылдайды. Көбінесе Алан шығармашылық мамандықты таңдайды. Театр, кино, теледидар, радио. Намыс пен ар-ожданға сай мансапты өз еңбегімен, түйсігі мен зердесіне сүйенеді. Ол таңдаған бағыты бойынша айтарлықтай табысқа жетіп, жақсы жетістіктер көрсете алады. Махаббат істерінде ол адал және тұрақты емес. Ол әйелдерді жаулап алуды жақсы көреді, бірақ қалағанына қол жеткізіп шегінеді. Кеш үйленеді. 2024 жылы жиі қойылған есімдердің бірі Нұрислам. Нұрислам есімі қазақ халқының мәдени және діни құндылықтармен тікелей байланысты есім.
Ол екі сөзден құралып, терең мағыналық жүктемеге ие. Алдымен есімнің әр бөлігіне тоқталайық. Содан соң оның мәдени, рухани және жеке тұлғаға тигізетін ықпалына шолу жасаймыз. Нұр сөзі араб тілінен аударғанда жарық, жарқырау деген мағынаны білдіреді. Бұл сөз ислам дінінде Алла тағаланың сипаттарының бірі ретінде қарастырылады. Әрі нұр сөзі қасиетті Құранда да жиі кездеседі. Сондықтан нұр сөзі адамның өмірінде Алланың нұрын, оның мейірімін бейнелейді. Ислам барша мұсылмандар ұстанатын діннің атауы, әрі бейбітшілік, келісім, сабырлық мағынасын білдіреді. Нұр ислам атауы жарық пен дінді біріктіреді, яғни ислам нұры, дін нұры дегенді білдіреді. Бұл есімге ие болған адам өмірде бейбітшілікке, келісімге, адалдыққа ұмтылатын тұлға ретінде бейнеленеді. Нұр ислам есімінің мағынасы. Осылайша діни және рухани нұрдың бейнесі ретінде адамның ішкі тазалығы мен жақсы қасиеттерін танытады. Есімнің иесі жақсылық пен әділдікке ұмтылып, өмірде рухани жолды таңдаған тұлға болуы мүмкін. Қазақ халқы үшін бұл есім діни әрі рухани мәнге ие. Нұр ислам есімін таңдағанда ата-аналар баласына діннің жарығын сыйлауды көздейді. Түркі елдерінде бұл есім діни мағынаны сақтап қалса да, әр елдің мәдениетіне байланысты атап ерекшеленіп отырады. Мысалы, араб елдерінде нұр сөзі жарық мағынасын білдіріп, Құранның бірқатар сүрелерінде кездесетіндіктен бұл атау құндылықты есімдер қатарында. Тәжікстан, Өзбекстан сияқты көршілес елдерде де бұл есім кеңінен танымал. Өйткені ислам дінінің мәдениетке ықпалы зор. Нұр ислам есім мағынасы осылайша барлық ислам дінін ұстанатын елдерде оң қабылданып, қасиеттілік пен рухани тазалықтың белгісі ретінде көрініс табады. Қазақстанда және көрші елдерде нұр ислам есімін иеленген танымал тұлғалар кездеседі. Осылайша нұр ислам есімінің мағынасы тек жеке тұлғаның рухани тазалығын ғана емес, қоғамдағы беделін де анықтайды. Есім осылай аталатын адамдарға көбіне сабырлық, мейірімділік, өз ісіне адалдылық сияқты қасиеттер тән деп саналады. Нұр ислам есімін иеленіп, бейбітшілік пен әділеттікті насихаттайды бұл есімді адамдар. Бұл қасиеттер олардың әрекеттерінде, ұстанымдарында байқалады. Есімдердің адамның мінез-құлқына әсер ететініне байланысты нанымдар бар. Нұр ислам есімі осындай сенімдерді күшейте түседі. Өйткені бұл есім иесіне ішкі жарықты, сабыр мен рухани дамуды көрсететін күшті береді деп есептелінеді. Сонымен қатар нұр және ислам сөздері адамның ішкі және сыртқы өміріне бейбітшілік пен мейірімділікті дарытады. Нұр ислам есімді балалар көбіне діндар, әділдікке жақын, бейбітшілікті сақтауға тырысатын, адал ниетті болуға талпынатын адамдар болып өседі. Бұл атаудағы рухани тазалық пен имандылық олардың дүние танымында да көрініс табуы мүмкін.